Саламатсыздар ма білімгерлер? Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды техникалық колледжі. Пән оқытушысы мен Мұратбаева Мөлдір. Тігін өндірісінің жабдықтары пәні бойынша бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тігін машинасында жұмыс істеуге пайдаланатын құралдармен бейімделген тетіктер. Сабағымыздың мақсаты тігін машинасында жұмыс істеуге пайдаланатын құралдармен бейімделген тетіктердің түрлерімен танысу. Ең бірінші біз сәнді бедер жасайтын тетіктер түрлерімен таныса кетейік. Сәнді бедер жасауға немесе матаның бетіне тесік түсіру үшін қанатты ине мен негізгі табанша қолданылады. Ұшы жұмырылған инелер трикотаж бұйымдардың ілмектерін үзіп алмауға бейімделген. Әдеттегі ұшты инелер трикотаж тоқылған маталарда қолданылады. Жұмсақ жеңіл маталарда 1965 нөмірлі инесі қолданысқа ие. Тек есте сақтайтын бір жағдай, ине нөмірі кішірейген сайын ол жіңішке болады. Экранда көріп отырғандарыңыздай қанатты инемен және айқаспалы тоқылуға байланысты маталарға қолданылатын ине түрлері. Жіпті сабақтауға бейімделген тетіктер түрлері. Олар металдан, пластикадан жасалады. Олар бау, таспа, жиектемені өткермелерден өткізу үшін қолданылады. Міне, көріп отырғандай, иненің көзінен жіпті өткізудің тәсілдері көрсетілген. Ауыспалы айналмалы пышақ ол матаны пішкен кезде қолданылады. Матаны біз ауыр немесе жеңілге бөлеміз. Ауыр маталарды пішкенге, яғни оларға киіз, алаша, фетр, былғары маталарын пішкен кезде ролигі үлкен пышақты қолданамыз. Ал жеңіл мөлдір маталарды пішкен кезде ролигі кіші пышақты қолданамыз. Роликтер алынбалы, салынбалы болады және оны қайрауға да болады. Матаны пішкен кезде оның астына міндетті түрде қауіпсіздікті сақтау үшін тақтайша қоямыз. Қайырмалы сызғышы бар табанша. Бұранданы босатып, платформа бетіне біз қайырмалы сызғышы бар табаншаны орнатамыз. Міне, экранда көріп отқандай, платформада берілген санға байланысты сызғышты да бекітеміз бұранда арқылы. Бағыттауыш кірме бұранда тәрізді жасалған, ол табанға қарсы орнатылады. Және осы сызғышқа байланысты тігістің ені я үлкейеді, я кішірейтіледі. Арнайы табандар. Негізгі табаншадан бөлек арнайы табаншалар түрлері болады. Ол бау тігуге арналған, түймелікті қадауға арналған табанша, түймелікті өңдеуге арналған табанша, ілмекті жасауға арналған табаншалар және бедер тігістерді орнауға арналған табаншалар түрлеріне бөлеміз. Түйме қадайтын табанның екі қысқартылған бөліктері бар. Ілмек жасауға бейімделген табаншаның бір ерекшелігі, оның екі өзегі болады және екі өзегі арқылы ілмектер инеге қарай жіберіліп отырады. Жолақтардың наушаны бойымен ілгектің торланған жиегі өтеді. Дөңгелек саңылаулар қосымша жүктер үшін арналған. Жиектеме салуға бейімделген табан. Табан жиектеме салуға арналған, яғни оның арнайы өзегі болады. Осы өзегі арқылы алдын ала дайындалған жиектеме өтеді. Осы жиектеме тек дайын күйінде тігуге ғана беріліп тұрады. Орналастыру кезінде аяқты педальге қоймауымыз қажет. Машина жүргізу алдында тетіктердің дұрыс орналасқанын тексеру керек, өйткені тетік ұшып кетуі мүмкін. Оларды қондыру және алу кезінде бұрауышты қолдану қажет. Яғни оны бекітуге немесе босатуға. Міне, енді сіздерге үйге берілетін тапсырма. Сәнді бедер жасайтын тетіктер. Яғни оның түрлері, қандай түрлерге бөлінеді, қай жерде қолданылады. Жіпті сабақтауға бейімделген тетіктер. Қайырмалы сызғышы бар табанша, арнайы табаншалар түрлері және жиектеме салуға бейімделген табаншаның ерекшелігі. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.